Версаль сарайындағы бұл кішкентай құпия бөлмелер бір кездері Франция патшайымы Мари Антуанеттаның жеке бөлмелері болған. Мұнда ол патша сарайының қарбаласынан пана іздеді. 5 жылдық күрделі қалпына келтіруден кейін бұл пәтерлер меймандар үшін ашық. Аустриялық архдюк Мари Антуанетта 1770 жылы Людовик 16-ға күйеуге шықты. 4 жылдан кейін ол өз бөлмелерін жаңарта бастады. Оның талапшылдығы мен шыдамсыздығы тіпті алғашқы корольдік сәулетшінің наразылығын тудырған. Жұмысқа қатысқан Мария Антуанеттаның жетістіктерін бақылау патшайымның өте дәл және шынайы портретін береді. Оның жеке басының барлық ерекшеліктері алдыңғы қатарға шығады. Керемет батылдық, шыдамсыздық, қатаң стандарттар. Ол тек жақсылықты қалады. Әрқашан уақытты ұстануға деген ұмтылыс және өте өзгермелі талғам. Бұл бөлмелерде Мария Антуанетта балалармен ойнады және достарының шектеулі тобын қабылдады. Мұнда патшайымның көптеген жеке заттары сақталған. Версальда көптеген өнер туындылары бар, бірақ патшайым күнделікті өмірде қолданатындар аз. Біз мұнда портативті сандықты көрсетеміз. Онда оның алғашқы ұлы тақ мұрагері балалар киімдері сақталған. Бұл сандық өте жақсы сақталған. Ол қолмен боялған жібек батамен қапталған. Пәтерлерде декоративті суретші Жан-Батист Удри жасаған сурет бар. Патшайым ананасты жақсы көрді. Ол өзі қамалдың 2-ші қабатында орналасқан кеңсені безендіру үшін Жан-Батист Удридің осы қылқалам жемісінің керемет суретін таңдады. Мария Антуанеттаның бөлмелеріне 10 адамға дейін шағын экскурсиялық топтар ғана жіберіледі. Париждің орталығындағы Сен-Жак көшесіндегі үйде үлкен жарылыс болды. 37 адам зардап шекті, олардың 4-еуі ауыр жағдайда. Қалғандарының да жағдайы мәз емес. Тағы 2 адам жоғалып кетті, олар үйінділердің астынан ізделуде. Зардап шеккен ғимаратта жеке дизайн мектебі болған. Жарылыс нәтижесінде өрт басталған, кейінірек құрылым құлаған. Көрші 2 үйде өртеніп кетті, олардың тұрғындары эвакуацияланды. Өртті сөндіруге 270 өрт сөндіруші келді. Сен-Жак көшесі Латын кварталында орналасқан. Мұнда көптеген студенттер бар. Квентин жарылысты естігенде Вальдеграс шіркеуінің жанында телефонмен сөйлесіп келе жатқан. Кенеттен мен қатты шуды естіп бұрылдым. Содан кейін мен биіктігі 20 немесе 30 метр болатын үлкен өртті көрдім. Сіз мұны тек кинода немесе теледидарда көресіз. Бұл күшті жарылыс пен гүріл мені таң қалдырды. Әлі күнге дейін құлағым шырылдауда. Мен бірден жүгіруге асықтым. Алаңда адамдар аз болды. Біз бәріміз жүгіре кеттік. Қатты шу естіліп, үй дүр сілкінді. Біз не болып жатқанын түсінбедік. Дауыл болуы мүмкін деп ойладық, бірақ жоқ. Біз не болғанын кейінірек түсіндік. Бұл өте қорқынышты болды. Жарылыстың себебі әлі аталмаған. Жергілікті билік газдың ағуы мүмкін деп болжайды. Осы себепті жарылыстар Парижде және одан бұрын болған. Сонымен 2019 жылы мұндай оқиға 9-шы округте болды. Онда газ шығып кетуіне байланысты наубайхана жарылды. Содан кейін 4 адам қайтыс болды. Ондаған адам зардап шекті. Бұл киімдерде Мэрилин Монро, Мария Каллас және Тина Тернер секілді жұлдыздар сахнаға шығып, фильмдерде ойнады. Лондондағы Виктория мен Альберт мұражайының жаңа көрмесінде атақты адамдардың костюмдері мен көйлектері ұсынылды. Көптеген жұлдыздарды американдық сәнгер Боб Макки киген. Оның киімдерін Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Барбара Стрейзанд, Шер және Диана Росс киген. Бұл көрмедегі кейбір киімдер ғасырдың басында жасалған. Оларды опера әншілері, сондай-ақ үнсіз кино жұлдыздары киген. Олардың фильмдері енді жоқ, бірақ көрермендер киімді әлі де көре алады. Көрме 2 бөлікке бөлінген. Біреуі тарихи киімдерге, екіншісі заманауи киімдерге арналған. 2 экспозицияда диваның өнердегі рөлін қадағалайды. Бұл сөз Құдай дегенді білдіреді. Алдымен бұл термин әншінің талантын көрсетті. Содан кейін ол өзіне деген сенімділік пен талғампаздықтың символына айналды. Мені бұл термин және оның опера өнерінде қалай пайда болғаны қызықтырды. Дива Құдай дегенді білдіреді, бірақ кейінірек бұл сөз теріс пайдалана бастады. Содан кейін примадонналар оған жағымды мағына беруге тырысты. Көрмеде сонымен қатар Клеопатраның рөлін сомдаған үнсіз кино актрисасы Теда Бардың киімі және француз әншісі Эдит Пиафтың қара көйлегі бар. Барлығы 60 костюм және 250 түрлі заттар, соның ішінде плакаттар мен фотосуреттер бар. Көрме келесі жылдың сәуіріне дейін ашық болады.
Бұл робот болашақта пациенттің денесінде ет кесусіз қарапайым операциялар жасайды. Оны жұту жеткілікті болады және ол, мысалы, қан кетуді тоқтата алады немесе жараны емдей алады. Аппаратты Штутгарттағы Макс Планк атындағы интеллектуалды жүйелер институтының инженерлері жасақтаған. Роботтың прототипі панголин деп аталатын жануар болды. Бұл сүтқоректілер бірқатар Азия елдерінің дәстүрлі медицинасында жоғары бағаланатын қабыршақтармен қорғалған. Бұл робот хирургтың бетін қорғайды, сонымен қатар оның иілуіне және бүктелуіне мүмкіндік береді. Егер сіз жұмсақ деформацияланатын денеге металл қабатын қолдансаңыз, өкінішке орай ол тым қатты болады. Сондықтан біз әртүрлі жануарларға қарап, панголиннің қабыршақтары бар екенін түсіндік, бірақ олар бүктелуі мүмкін. Ішіндегі магниттер роботты жылжытуға көмектеседі. Сыртта біз электромагниттің көмегімен магнит өрісін жасаймыз және бұл оның бұралуына әкеледі. Бұл кішкентай металл қабыршақтарының арқасында болады. Робот сонымен қатар 70 градусқа дейін қызады. Осының көмегімен жараларды емдеуге және қан кетуді тоқтатуға болады. Ғалымдар робот зиян келтірместен дененің ішінде қала алады деп санайды. Оны табиғи жолмен шығаруға болады, алайда бұл тек прототип. Ол өлі жануарлардың мүшелерінде сыналды. Клиникалық сынақтар әлі алда жүргізілмек. Ыстық толқындар 2022 жылға арналған климат туралы есеп беруде алаңдаушылық тудырды. 2022 жылы Еуропада қатты ыстық, құрғақшылық және орман өрттері жиі орын алды. Мұндай қорытынды Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым мен Еуроодақ климаттық қызметінің Коперник жаңа баяндамасында жасалды. Еуропа әлемдегі ең жылдам жылынатын континент болып саналады. Жылу климаты адамдарға, экономикаға және қоршаған ортаға әсер етеді. Жылу толқындары теңіз температурасының жоғарылауына және жануарлардың қоныс аударуына келді. Сонымен бірге тау жоталарында, сондай-ақ Гренландия төңірегіндегі теңіздерде мұздықтардың еруі жалғасты. 2022 жылы қыста боран мен су тасқыны 40 градус Цельсийден жоғары температураның күрт көтерілуіне ұласты. Бұлар жыл бойы аздаған жауын-шашынмен қосылып, Франция, Словения және Грекия сияқты елдерде орман өрттеріне әкелді. Құрғақшылық көптеген өзендер мен лагуналарды құрғатты. Есепте 2022 жылы Еуропадағы температура өнеркәсіпке дейінгі деңгейден шамамен 2,3 градус Цельсий шкаласы бойынша жоғары болған айтылады. Дегенмен құжатта жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың артуы болашаққа үміт беретіні атап өтілген. 2022 жылы Еуроодақ тарихта алғаш рет қазба отындарынан гөрі жасыл көздерден көбірек электр энергиясын өндірді. Жел мен күн барлық электр энергиясының 22,3%, ал дәстүрлі отын 20%-ын құрады. Гондурастағы әйелдер түрмесіндегі тәртіпсіздіктер салдарынан қаза тапқандар саны 46-ға жетті. Мәйіттердің көпшілігі күйіп қалғандықтан тану қиынға соғуда. Түрме ел астанасы Тегусигальпадан 20 шақырым жерде орналасқан. Мәйіттер елордаға жеткізілді. Әзірге әйелдер түрмесінде болған тәртіпсіздіктерден кейін сот медициналық сараптама бөлмелеріне 46 мәйіт келіп түсті деп айта аламыз. Олардың 23-і күйік шалған, қалғандары оқтан немесе пышақ жарақатынан қайтыс болған көрінеді. Қазір жанбаған 23 мәйіттің аты жөні анықталып, мәйіттің сараптамасы оңайырақ болғандықтан жасалуда. 13-15 мәйіт туыстарына тапсырылды. Бұл ретте көптеген тұтқындардың туыстары әлі де биліктен ақпарат күтуде. Түрме 900 адамға есептелген. Адамдар қайтыс болғандар арасында туыстары мен жақындары бар жоғын білмейді. Сондай-ақ туыстарының түзету мекемесінің қабырғасында нақты не болғаны туралы көптеген сұрақтар бар. Бір қызығы, полиция қызметкерлерінің ешқайсысы жарақаттанған немесе қаза тапқан жоқ. Менің ойымша, бұл олар мен полиция арасында сөз байласу бар дегенді білдіреді. 46 адам қайтыс болды және ешкім ештеңе көрмеді. Әділеттілік жасасын. Сейсенбі күні таңертең түрмеде МС-13 деп аталатын Баррио 18 және Мара Сальватруча деген екі қарсылас банданың мүшелері арасында төбелес болған. Екеуі де Лос-Анджелестің тумасы және есірткі саудасымен бопсалауды бақылау үшін ұзақ уақыт күрескен. Осындай топтардың әрекетінен Гондурас Латын Америкасындағы ең қауіпті елдердің біріне айналды. Ел президенті Сиомара Кастро тәртіпсіздіктерді күзетшілерді білетін қылмыстық топ мүшелері жоспарлағанын айтты. Ол ұжымдасқан қылмыспен күресу үшін қатты шаралар қабылдауға уәде берді.
Португалия астанасының маңында әртүрлі жерлерден еңбек құлдығынан зардап шеккен жүздеген адам табылды. Соның ішінде моллюскаларды заңсыз өндіру үшін адамдар сақталған үлкен қоймада да. NCIS мәлімдемесінде құрбан болған 243 адамның барлығы негізінен оңтүстік шығыс Азиядан келген мигранттар екенін айтты. Сондай-ақ полицейлер заңсыз балық аулау және моллюскалар саудасымен айналысқан қылмыстық желінің 4 мүшесін ұстады. Операция жалғасуда. Оған 300-ге жуық полицейлер мен шекарашылар қатысуда. Рейдтер Тагос өзенінің оңтүстік жағалауындағы ауылда болды. Мигранттар су қоймасының сағасында жұмыс істеген. Мұнда лицензиясыз моллюскаларды аулау жиі кездеседі. Португалияда еңбек құлдығы мен адам саудасы жағдайлары жиілеп кетті. Зардап шеккендердің басым бөлігі ауыл шаруашылық саласында еңбек етуде. Атап айтқанда, мигранттардың бір тобы Португалияның Алентех аймағындағы фермаларда ақысыз жұмыс істеуге мәжбүр болды. Адам саудагерлері әдетте мигранттарға жоғары жалақысы бар жұмыстарды уәде етеді, дейді полиция. Бірақ келген соң құжаттарын алып, ақысыз жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Олардың көпшілігі ешбір қолайлы жағдайсыз қорқынышты жағдайда өмір сүреді. Еуропа кеңесінің мәліметі бойынша 2016-2020 жылдар аралығында Португалияда еңбек қанау құрбандарының 1100-ден астамы анықталды.